3 күн бұрын ғана енді доллар 540 теңге болады деген видео түсірдім. Ал бүгін қарасақ, доллар уже 532-535 теңгенің арасына көтеріліп кетті. Долларды арзанға сатып алудың ең тиімді 3 түрлі жолын айтайын. Ең біріншісі, ол көпшілік біле бермейтін, бірақ кішкене көбірек ақшаңыз болса, осыны қолдануға болады. Миктің қосымшасын жазып алсаңыздар, осы жерде скидка на комиссию деген болады. Ол үшін алдын ала сіз заявка бересіз, анкетасын толтырасыз, сосын осындай жеңілдіктерді алып отыруға болады. Екінші жолы, ол кейбір банк қосымшаларында бар, мысалы мен білетінім банк центр кредитта бар, фридомда бар, немесе фортаның ішінде бар. Ең тиімді бағадан сатып алуға болады. Ол үшін банктың қосымшасына кіресіздер, сол FX Exchange немесе сондай бөлімге кіресіздер. Сол жерде сіз нарықтық бағамен доллар сатып алуға мүмкіндігіңіз бар. Мен мысалы Дубайда жүргенде осыны қолдандым. Үшінші жолы, ол Kurs.kz деген сайт бар, соған кіресіздер де барлық обменниктардың ішінен қайсында ең арзан сатып жатыр, соны табасыз, соған звондайсыз да бронь жасап барып ауыстырып аласыз. Бірақ білесіздер, долларды сатып алу ол да инвестицияның бір түрі, ең жақсысы емес. Одан да жақсырақ инвестиция акция, облигацияға инвестиция жасап, пассив кіріс жасау. Мысалы, маған қызыма осындай пассив кірістер түсіп жатыр. Ол туралы тереңірек мен 3 күндік экспресс онлайн курсымда айтамын. Бағасы 2500 теңгеден, қазір тіркелсеңіздер 590 теңге болады. Тіркелу үшін комментарийға плюс деп жазыңыздар. Жекелеріңізге тіркелудің инструкциясын жіберем, запросы бөлімін тексеріңіздер. Ал бұл видеоны поделиться деңізде доллар сатып алуың керек дейтін достарыңызға жібере салыңыздар.